Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Бүгін сіздермен бауырдан және тауық етінен өте жылдам және дәмді болып шығатын құпия әдіс-тәсілдермен бөлісе отырып қазақша кәуап, яғни шашлықтың рецептімен бөлісетін боламын. Осы жолы отбасымызбен ауылға барып, ауылдан да кішігірім сәттермен бөлісе кеткенді жөн санадым. Біздің туған жеріміз, туған ауылымыз тау қыраты мен өзен көлі, нуы мен шөлі аралас, топырағы құнарлы, мыңғырған малымен, қонақжай халқы, шипалы суымен танылған қасиетті мекендердің бірі болып табылады. Бізге ең алдымен бауыр қажет болады. Мен сиырдың бауырын пайдаландым. Бауырдың сыртында бауырды қаптап тұратын бір қабат клеенкасы болады. Осы клеенкасынан міндетті түрде ажыратып алған дұрыс болады. Сол кезде бауыр өте әдемі, таза, әдемі болып пісетін болады. Қолымызбен осылай тазалап аламыз. Өте жылдам алынады және оңай алынады. Осылай бүтін күйде сыртындағы клеенкасынан ажыратып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай осындай клеенка шықты. Сосын бауырымызды ұзындығын 4 және енін 2 сантиметрдей етіп кесіп алатын боламыз. Алдын ала кесіп дайындап, тек тұзбен ғана араластырып, азғантай уақытқа қойып қоямыз. 10-15 минутқа тұздап өз алдына қалдырамыз. Басқа артық еш нәрседе қоспаймыз. Енді тауық еті қажет болады. Тауық етін алдын ала осылай кесіп дайындап алған болатынбыз. Және бізге приправалар және қажетінше тұз және аджика және майонез қажет болады. Ең алдымен майонезімізді құйып, барлығын бірден құйып салып аламыз. Және аджикамызды да салып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды да сеуіп алатын боламыз. Және для шашликке арналған осындай приправаны пайдаландым. Енді барлығын жақсылап қолымызбен араластыра аламыз. Үйде қонақтар көп болғандықтан осылай көп қылып дайындадық. Сіздер де өздеріңіздің адам санына қарай дайындасаңыздар болады. Міне осылай жақсылап араластырып 30-35 минутқа қалдырып қоямыз. Енді дайын болған тауық еттерін осылай палчикілерге салып алдық. Енді тұздап қойған бауырымызды да салып аламыз. Арасына құйрық майды қостық. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Бір бауыр етін, бір құйрық майдан араластырып, осылай салып шықтық. Бізге осындай көмір керек болады. Шашликтің көмірі қажет. Алдын ала көмірімізді жағып, осылай дайындап аламыз. Дайын болған көмірімізге шоқтың үстіне осылай қойып шығатын боламыз. Бауырдан өте жылдам әрі дәмді болып шықты. Тұздан басқа еш нәрсе қоспадық.
соның өзі ерекше дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған қатты ұнады бауырдан. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міне осылай қызарып бастағанда келесі бетін ауыстыратын боламыз. Міне осылай айналдыра барлық бетін ауыстырып тұратын боламыз. Міне дайын болып қалды. Енді ұсынуымызға болады. Қонақтарымызға ұсына беруге болады. Бауырдан өте дәмді болып шықты, маған қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Менің каналыма міндетті түрде жазыла кетіңіздер. Алда түрлі ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.